Барлықтарыңызға тағы да сәлем. Бүгінгі біздің шығарылымда университеттер туралы айтатын боламыз. Яғни, егерде бірінші шығарылымда жалпы журналистиканың не екенін айтсақ, енді бір университет таңдауға нұсқаулық бермек ойымыз бар. Сондықтан біз бүгін басқа да университеттен, сол журналистика факультеттері бар жоғарғы оқу орындарының студенттерін шақырдық. Олар қазірде студент, арасында аяқтап кеткендері де бар. Және де олар өздерінің тәжірибелерімен қалай түскенін, неліктен ол университетті сол мамандық үшін таңдағанын, неліктен журналистикаға түскенін айтып беретін болады. Сондықтан қазір қосылайық. Біз әр видео сайын ескертеміз, біздің формат скринлайв болғандықтан барлығы еркін, қалай болып жатыр солай айтылады, көрсетіледі. Ешқандай монтажсыз, сондықтан кішкене бізді қазір қабылдағанша күте тұрайық. Жалпы бүгінгі формат қызық болайын деп тұр, сұхбат ретінде. Біз өздеріңіз білетін Есбол, Мадина, Заңғар, менен бөлек басқа да адамдар болады. Айстар. Сәлем, барлықтарыңызға сәлем. Бізде қыздар жиналыпты. Сәлем. Аржан түсіндіріп өттің ғой? Бүгінгі шығарылым не туралы екенін айттым, кім болатынын айттым. Енді қыздар өздерін таныстырып өтсе, бір кішкенеден қай университеттен екен аты жөндерін біздің көрермендерге бірден түсінікті болатындай. Кім бастайды? Алтынайдан бастайық, Мен есімім Алтынай Ықыласова, мен қазу журналистика факультетінің түлегімін. 2020 жылы бітірдім. Жалпы журналистика мамандығында оқып шықтым. Осылай қысқаша айтатын болсам. Оған университет қабырғасында жүріп, КТК, Евразия секілді каналдарда жұмыс жасадым. Қазір өзімнің отбасылық жағдайыма байланысты үйдемін. Бәрекелді, рахмет. Келесі Айбике. Менің есімім Айбике Жұмабай. Мен ЕНУ-да 3-ші курс студентімін. Негізінде жалпы ЕНУ-дан алдын бәріміз білемін. Мен СУ-дан ауысып келген болатынмын. Қазір 1,5 жыл болды ЕНУ-да оқып жатырмын. Рахмет. Камила. Менің есімім Камила Долаева. Халықаралық IT университетінің журналистика, электронная журналистика мамандығы бойынша 4-ші курста оқимын қазір. Биыл бітірем бұйырса. Университет қабырғасы 1-ші курс аяқтала сала Тенгриньюс кезетте практикадан өттім. Сол жақта қалдым. Практикадан содан бері сол жақта жұмыс істеймін. 2-ші курстан бастап сол жақта жұмыс істеймін деп айтсам болады. Жалпы күшті. Окей, жалпы бірінші біз шығарылымда журналистика мамандығы бұл не екені, оны не үшін таңдайтындарыңыз, қандай мақсаты бар екенін түсіндірдік. Енді екіншісі, егер бұны оқығыңыз келсе, сіздің барлық білімдеріңіз, барлық шығармашылық емтиханға дайындалатыныңыздан бастап қандай маман болып шығатыныңызға дейін осы универге байланысты. Сол үшін универді таңдау және оны дұрыс тани білу, түсіне білу, не үшін оқып жатқанды өте маңызды. Сол үшін осында біз өзіміз көпірек бұл бүкіл жауапкершілікті өзімізге алғымыз келген жоқ. Егер дұрыс емес бір жаққа кетіп қалсаңыздар, сол үшін басқа адамдарды шақырып алдық. Қазір 3-ші, 4-ші түлектер де бар. Барлығымыз андай салихалы әңгіме айтамыз деп ойлаймын, отырып алып айтады. Заңғар, сен бізді айтуды ұмытып кеттің ғой. Біз СДУ-дың журналистеріміз. Біз СДУ-да оқимыз, 3-ші курс бізде. 4 десек те болады, уже семестр аяқталып жатыр. Бізде біраз жерге келіп қалыппыз. Кеше ғана түсіп жатқан сияқты едік. Келесі шығарылымдарда біз шығармашылық емтихандар туралы айтқымыз келеді. Сондықтан біраз бір қызық болайын деп тұр. Еске түсіріп. Енді бірінші сұрақ, кішкене кіріспе, журналистика не үшін таңдадыңыздар? Кімге бұл сұрақ ыстығырақ, сол бірінші бастасам?
мен журналистика факультетін жалпы түскеннен кейін мынандай сөз естідім да, журналистика адам журналистиканы таңдамайды, журналистика адам таңдайды деген тұжырымға келдім өзім. Себебі дәл осы сөз шындығында маған арналған десем болады. Енді бала кезімнен армандаған болсам да, бірақ отбасында көбіне жоқ, журналистика тұрақсыз мамандық деген секілді бір пікірлер болды. Бірақ 11 класстың ең соңғы бұтыға бір ай қалған кезде мен қайта мамандығымды ауыстырып журналистика факультетіне түсем деген ниетімді ары қарай ақтап шықтым. Бірақ мамандығымнан қателеспедім деп 100% айта аламын. Сол үшін бірінші мен халқыма бір адамдарға пайдам тисе екен деген мақсатпен осы журналистиканы таңдадым. Маған біреудің проблемасын шешу, сол адамдарға көмектесу, кішкене болсын билікпен халық арасын жақындату бір үлкен миссия болып саналды да. Сол себепті журналистиканы таңдадым. Бір особо қатты бір мынандай үстіме кірді деген секілді емес, белгілі бір мақсатпен таңдалдым. Жақсы, керемет. Келесі Камила? Иә, мен Камилаға сөз берейік. Мен былай айттым всегда. Адамның өмірінде болып жатқан нәрсе, ол жайдан жай болмайды да. Менің ойымша. Мектепте жүргенде, 8-ші сыныпта жүргенде, бір кастингтерді аралап жүрдім. Өзім модельная школа, 7-ші класста модельная школаға барғанбыз бірінші болып. Соны бітірген соң енді кастингке бару керек болды да. Өйткені ақшасын ақтау керек қой. Әйтеуір бірдеңкеге түсіп дегендей, фотосессия болсын, там фильмдердің кастингтары деген сияқты. Бір кастингке бардым, подругам шақырды. Вообще білген жоқпын, не кастинг екенін, әйтеуір бардық. Сол жақта түсініп алдым. Сөйтсем, не екен? Алматы каналында балаларға арналған бағдарлама бар екен, балалар ньюс деген. Яғни мектеп оқушылары, мысалы мен 8 болдым, менен кішкентай балалар вообще көп болды сол кезде. Жаңалық жасайды. Андай ярмаркаға барады, там жарыстарға барады, сюжет жасайды. Сондай екен, оказывается. Еще 2 тур болды. Бардым, біріншісін өтіп кеттім, екіншісін өтіп кеттім, такой, чё? Потом өздері сол жақта үйретті бізге. Мәтінді қалай жазу керек, қалай түсіру керек, арнайы сабақтар болды да. Біз телефонға, кәдімгі ол кезде еще телефондар 5 мегапиксель ғой. Соған сюжет түсіріп, монтажға беріп, оған мәтін жазып, ол мәтінді еще ана жақта жүрген новостниктар тексереді. Потом солардан үйреніп, мәтін жазып, бірандай қызығына кіріп кеттік та. Сөйтіп 1 жыл сол жақта жүрдім. Одан кейін 1 жылдан кейін финансирование болған жоқта и жабылып қалды бағдарлама. А так мен сияқты ана жақта көп балалар болды. Сөйтіп жұмыс істеп, содан қызығушылық оянды. Оған дейін мен вообще білмейтінмін, қайда түсетін, не болам, экономикаға түсетін шығар, банковское дело деген сияқты енді бір басқа миға ештеңе келмейтін. И сол кезден бастап журналистика қызығушылығы ашылды. И сол 8-9 одан кейін мектеп 11-ші класста. Вот как 11-ші класс. Біздің сол Алматы каналындағы менторымыз IT университетін бітірген Алтынай деген қыз болатын. Сол кісі именно IT-ға түсуге ықпал етті. Өйткені енді ол қыздың жасап жүрген нәрселері, мысалы жетістіктері бізге үлгі болады ғой. Сөйтіп IT-дің несіне олимпиадасына қатысып, содан жеңіп, скидка жеңіп, сосын болды. Сөйтіп все IT-ден басқа варианттар қараған жоқпын. Вот солай болды. Мен басымды қатырған жоқпын, қайда қарам, бүйтем, сөйтем, 8-ші класста сол журналистика дедім, IT дедім, IT-ға түстім болды. Жолыңыз жеңіл болды. Мен айта берейін. Жалпы мен журналистикаға қалай келдім, не үшін келдім дегенді айтатын болсам, негізінде журналистикаға келмес бұрын мен мектеп кезінде ойлайтынмын, мен мұғалім боламын деп, сосын орыс тілінің мұғалімі боламын деп ойлайтынмын да. Сосын кейін 9-ші сыныпта бізде лицейде бір
түрік тілінен халықаралық жарыс болған. Сол жарыстың осы Қазақстандағы өтетін орны ол СДУ болды. Сосын 9 класста ол неда тіл және мәдениет фестивалі деп қазір ол тоқтатты, бірақ бұрындар өте жиі болатын. Соған қатысып Алматыға келдім, СДУға 9 сыныпта. Сол кезде мен сол СДУға деген махаббатым ашылып кетті да, мен осы жерге келемін деп. Бірақ мен ойладым ол кезде мұғалім болып келемін деп ойлаған, ешқандай ой болған жоқ, журналист боламын деген. Содан кейін 10 сыныпта кәдімгідей басқа жаңа не болып, себептер болып, мен нақты шешімге келдім, журналист боламын деген. Bir жағынан мен атам да ықпал етті деп айта аламын. Өзі қайтатын уақытында дүниеден озатын кезінде маған айтқан, сен журналист бол деп. Бірақ біздің үйде ешқандай журналист болған жоқ, көптеген қарсылықтар болды. Ойлады енді журналистика деген ол қандай қысқа кино алып боянып солай жүретін адамдар деп, сондай тұрақсыз нәрсе деген сондай көзқарас болды да. Мен өз анам айтты маған, ой жоқ, сен журналист болсаң, сен маған сөйлеме деп айтты. Сосын ой жарайды деп жүре бердім да. Сосын 11 классқа келген кезде мен нақты журналист боламын деп шыққанда талай адамдар айтты, сен не қыласың, журналист болып, одан да мұғалім бол деген. Солай жүріп, ақырында мен СДУ журналистикасына келдім. Ал оған дейін мен IT-ға да тапсырғанмын, 2 жыл қатарынан IT-ға тапсырдым. Ол жақтан да маған ұсыныс түсті 11 сынып кезінде, маған осыған кел деген. Ал былай ЕНУ-да оқимын, ЕНУ-да тапсырып көрейін, ЕНУ деген нәрсе мүлдем мен өзімнің варианттарымда болған жоқ еді да. Бірақ тағдырдың жазуымен қазір мен ЕНУ-да оқып жатырмын. Былай негізінде жалпы менің мақсатым, арманым осылай СДУға түсу болып, мен СДУға түскен едім да. Солай жалпы журналистиканы таңдаған себебім осылай болды. Бәрін тағдыр тапсырған. Қайта көбісінде барлығында сіздерде былай нақты бір шешім болған кейін университетке байланысты. Менде бір іздеп, қай жерде факультет бар, вообще факультеті бар ма, жоқ па, мен мүлдем қызықтырған жоқ. Мен просто таңдайын дедім. Сосын қаламды таңдадым, тек Алматы деп. Алматыда өзім Жезқазған қаласынан боламын. Ешқандай танысым болған жоқ, әйтеуір бір туысқандарды, қазақтың жақсысы ғой, туысқандарымызды тауып алып, бір кісіні тауып алдық. Сол кісі Казгуда медицина факультетінде жұмыс жасайды екен. Мен просто чемоданды қойып кетейін, временно потом қарап шығамын деп ойладым. Казгуға кірем, бітті. Ана жердің аурасы, все, мені мамаға айттым. Қойды қанша миллион, қойды миллиард болсын, мен осы жерде оқуым керек. Болды, мен басқа жаққа ешқайда барғым келмейді. Мен Казгудан кейін мүлдем ешқандай вариант қарастырған жоқпын. Даже анау жазады ғой, университет таңдайды ғой, 4 университет. 4-інің бәріне Казгу деп жазып шықтым. Болды, зато ондай махаббатым андай бір көргеннен бүйтіп ғашық болып қалдым дейді. Прям сондай болды. Одан кейін басқа университеттердің бір журналистикасына қызығып та, былай ізденіп та қармаппын. Оған дейін де, кейін де енді студенческий жизньға кіріп кетіп шынына келгенде. Жалпы, мен өзімде де сондай болды. Жаңағыдай ойланбастан бір 6 сыныптан бастап СДУға түсем дедім. 7 сыныптан бастап журналистикаға түсем дедім. Сол бойында мен де жазған кезде СДУдан басқа ештеңені жазбай солай қатып қалған бір сондай бір махаббатпен. Негізі біз өткен шығарылымда Заңғар екеуміз тағы да біздің команданың мүшелері болды. Біз өзіміздің не үшін журналистиканы таңдағанымызды айтып берген болатынбыз. Және де алдағы уақытта да енді шығарылымдарда шет жағасын айтып отырамыз деп ойлаймын. Жалпы қысқа айтатын болсақ, мен 7 сыныптан армандап солай жаңағы Алтынай сияқты қатып қалған бір болам деген үмітпен барып түстім. Және де ал Заңғар болса, өмір бойы оның айтуынша мектеп жылдар бойы физматтың олимпиадаларына қатысып жүрген адам. Сөйтіп аяқ асты солай қызығып түсіп кеткен екен. Қыздарға енді кішкене бір сведения болсын деп айтып жатырмыз. Менде тура сол сияқты универді бір көріп ойбай кірем деген. Яғни не болған жоқ, ешкімде вариант болған жоқ. Негізі солай болу керек, өйткені шығармашылық емтиханда сіз бір-ақ универді таңдай аласыз, сізде басқа вариант жоқ. Мысалға андай арғалы мынау или мынау, мүмкін мынау дейтін біреу конкретно бір мамандық, все бітті, 4 жыл кетесің соны. Сол үшін маңызды, сол үшін қазір 3-4 үлгіден көріп отқаныңыз, мен де бармын ішінде 5 үлгіден көріп отқаныңызда әлеммен дос болыңыздар, тыңдаңыздар.
знактарды іздеңіздер жалпы. Мен негізі үшінші сұрағым болған, универ таңдаған кезде қандай варианттар болды, қандай критерийлер болды деген сияқты. Вообще критерий болмаған сияқты. Сол үшін іздей салайын. бір айтайын осы тұста. Негізінде мынау Атырау қаласында университеттің атын ұмытып қалдым. Негізі Халел Досмұхамедов атындағы университет болу керек. Сол жерде журналистика факультеті бар. Сол жақта маған сондай вариант түскен болатын. Атырау қаласына бар. Атырау қаласында енді біз лицей бітіргенде бізде лицейден кейбір қыздарды тәрбиешілікке алып қалатын, яғни 4 жыл тәрбиеші болады еді. Қосымша оқып жүріп, сол жерде Атырау қаласында сол университеттің мен журналистика енді көрдім ғой, журналистика факультеті бар екен, естідім. Осы күнге дейін мүлдем естімегенмін. Егер сіздер де білмеген болсаңыздар, көрсеңіздер болады. Ашып қарап едім, ана жақта енді бір студентті тауып алдым да, сол студентпен сөйлестім. Сіздердің жаңағы факультеттеріңіз қандай, қаншалықты мен оған келсем өкінбеймін дегендей. Сосын ол студент айтты, сен неғып келесің Шымкентте тұрып, сен келмей-ақ қой, мүлдем жолама деді, Атырауға вообще келме деді. Сосын таңғалып қалдым, неге өйтіп айтты деп. Сосын сайттарынан іздеп ютубтан іздеп таусам, андай болады ғой, баяғы заманда микрофондар болады ғой, андай ұзын несімен. Мен көшеде жүр да, олар көшеде жүр, видео түсірген, и ол видео былай билейді да, кәдімгідей ше. Соны көріп шок болдым да. Ана жерде айтып жатыр, біздің журналистика факультеті бірдеме реклама жасап жатыр да. Шок болдым, ой құрсын, мынаған енді жоламаймын деп. Сондай бір қызық болған. Иә, алдағы уақытта ол университетте кішкене жаңағыдай заманның ілгеріне қосылып, солай бір жаңартылады деген үміттеміз. Негізі жалпы барлық біздің университеттеріміз бір керемет медиаға бір дайындалған, керемет жағдайлар бар деп айта алмаймыз. Негізінде сол ары кетсе бір медиаларымыз бар өзіміздің жасыл фонмен, ары кетсе бір студияларымыз бар, дауыс, дыбыс жаңағыдай не жазатын. Одан кейін біздің университетте, басқа университеттерде білмеймін, әйтеуір бір жақсы жері барлық камераның, фотоаппараттың түр-түрі бар. Соған да шүкір, петличка бар, студиямыз бар. Бірақ енді әлемдік университеттермен салыстырғанда енді бұл өте біз төмен деңгейде тұрмыз деп айта аламын, деп барлығы настроен құрып тастаған. Бірақ Казгудан, мен Казгуды бір несі сол үшін жақсы көрдім да, мамандығыңа бір шын мәнінде тек теориялық жағынан емес, тәжірибе жағынан да келе алғандықтан, өйткені біз бірінші курсқа түскеннен бастап бізде кастинг өтті. Бізде енді дәл сіздер сияқты өзіміздің Аль-Фараби ТВ бар, одан бөлек Аль-Фараби радиосы бар, шынымен кәдімгі радионың атмосферасын беретіндей, аяқта звук жазатын, екінші жағында тағы да монтаж бөлімі бар, бірақ енді ол жерде тек студенттер ғана емес, шынымен мамандар жұмыс істейді. Содан кейін келген уақытта бізді бірінші солай екіге бөлді. Журналистиканың, телевидениенің кастингі, радионың кастингі деген сияқты бір сразу келгенде бір күшті мотивация берді. Өйткені жаңадан бір студиялар ашылған, прям әдемі, ана жерде қарағанда бір күшті мотивация берді. Өзім 3-ші курсқа дейін сол Қазу радиосының тілшісі болып, сол жерде енді өзім тәжірибемді шыңдадым. Білмеймін, сол жағынан өзіме қатты бір жыл тарттым да. Өзім кез келген уақытта барып, ағай, мен түсірейін дедім, мынандай бар еді, бізде всегда сондай бір қайнап жататын, мысалы, звонок уақытында радио әрқашан қосылып тұратын. 10 минут болса да, сол 10 минутқа кәдімгі сценарий жазылып, неше түрлі әншілер шақырылып, бір қолымыз жетпейтін жұлдыздарға да бір көп қол созып көрдік, кейбіреу ала алды, кейбіреу ала алмады деген секілді. Біраз адамдардан сұхбат алымда шынына келгенде өзім таңғаламын да, мен ана кішкентай ғана жерден қалай осыншалықты нәрсе дүние шығып жатыр деген сияқты. Күшті, бәрі жақсы. Алтынай, қателеспесем, кешірім өтінемін, қателеспесем, Казгуда бөлінеді, иә, журналистика? Жаңағыдай телерадио бар, дизайн бар, иә, соны айтып өтсеңіз. Бізде енді негізінде журналистика факультеті жалпы журналистика болып бөлінеді, халықаралық журналистика болып бөлінеді, потом баспа ісі, яғни газет, жаңағы мұқабасын жасау деген сияқты, сосын 4-ші ол дизайн болып бөлінеді. Осы 4 мамандық бойынша оқытады, бірақ журналистиканың ішінде біз 2-ші курста өзіміз тағы бөлінеміз. Жаңағы кейбіреу криминалды журналистика, либо жаңағы газет журналистикасы, радио журналистикасы, телевидение болып солай бөлініп кетеді. Мен уже 2-ші курс бітіргенде мен өзім телевидениеде жұмыс жасап жүргеннен кейін мен, естественно, телевидение қарата бет бұрдым.
жаңы телевидениенин агайлары апаларыбыз енді біздің жүдегүл абдижадылкызы менен молдахан картбаева секілді біздің керемет ұстаздарымыз біздің прям майталман ретінде бір дайындап шықты деп айта алсам болады. Камерадан қарамау, қорықпау деген секілді. Казгода факультет журналистикасы. Оны қараңыздар, яғни жаңа бастап айтып отырық, универде ең бастысы сіз салаға толықтай ене алуыңыз керек, яғни ол жақта хотя бы практика жасай алатын жер болу керек, және практик бір-екі мұғалім болу керек, аналардың қолынан ұстап жетектеп бір проекттерге қатыса алатындай. Ол маңызды, сол үшін соңында қарау керек. Екіншіден, ол қараңыз, факультет па, кафедра ма? Факультет болса, ол бөлінеді. Журналистика деген сияқты. Бізде мысалы факультет емес. Біздікі кафедра ғана, біздің кафедра бір ғана кіреді, бір факультет кіреді. Сол үшін біздегі барлығы бір жерде оқиды. Иә, ол да маңызды. Бірақ бұл енді неге қарай. Жаңа Казгодан түсінікті, ол көп нәрсені үйретеді. Аудармада бар қателеспесем, жаңағыдай ол филология шығар, басында да баспа, телевидение, тағы да басқасы в общем. Өзіміздің баспамыз бар, баспа керек десем. Ал бізде көбінесе жаңағыдай медиа, мультимедиа, сондай в общем. Бізде баспа жоқ вообще. Тура сол сияқты. Енді Камила, IT-да, что там? Давай. Негізі тоже бұл жерде IT таңдағанымда маңызды роль атқарғаны оның жалпы бізде бөлінбейді ғой. СДУ сияқты бізде бөлінбейді. Барлық саланы қамтуға тырысады да, мысалы мультимедианы, конвергентная журналистика. Сол маңызды болды. Өйткені бір баспаны таңдап алып, бір баспамен кеткен, меніңше қазір не вариант, қазіргі уақытта. Өйткені соны таңдап алып, сен өмір бойы сода жұмыс істеймін деп сен 100% айта алмайсың. Өйткені өмірде не болатынын Құдай біледі. Мысалы, ұнамай қалуы мүмкін таңдап алған соң мысалы. Сондықтан бізде IT-да тоже телевидениеға да көп сауалы, дизайн жағынан да басында бірінші, екінші курстарда общий оқып шықтық та, әр жерін. Интернет журналистиканы да оқып шықтық. Радиосында оқыдық, телевидениесында оқыдық, дизайнда оқыдық. И одан кейін уже үшінші курста бөлінеді ғой элективтер. Уже қызыққан салаңа қарай таңдай бастайсың да. Мысалы, режиссураны таңдағандарымыз бар деген сияқты. Кейбіреулері арт-дизайн, фото-арт деген сабақтар болады, сондай таңдады. Енді әркімнің уже қызығушылығына қарай. Мен үшін сол IT-да сондай көп салалық сол тартты мені. Шыны керек, өйткені мен бөліп таңдағым келген жоқ. Негізі университет сен өзіңді іздейтін, өзіңді көретін әр саладан сондай уақыт қой. Вот. Солай. Негізі бізде де студия бар, камера бар де. Бізде жұмыс істейміз деп, радио жоқ, андай қоңырауда сөйлеп тұратын. Бізде қоңыраудан яқта концертте бір нәрсе болады, айқайлап тыңдайсың. Ана орталықта бізде ITFM деген біздің именно біздің курс, мысалы, біз екі қазақ, бір орыс группасы бар ғой. Сол орыс группасындағы бір бала, Бибарстан есің ғой. Сол екеуі бізде ITFM дегенді ашты. Оған дейін универде журфак болды ғой, бірақ олар онымен айналыспаған. Сөйтіп ITFM деген ашты екеуі. Одан кейін біреу қазақша, біреу орысша айтып, қоңырау кезінде бағдарламаға жүргізе бастады. Одан кейін мен тартылдым оларға. Бибарс кетті, мен келдім қазақша журналист ретінде, қазақша сөйлейтін. Бір жағынан прям күшті практика болды да, өйткені универде радионы оқисың, сол жердің тапсырмасын жасайсың, сол жерге бір-екі эфир жасайсың, сонымен қалды ғой. Ал анау хобби ретінде жүреді да, и өзің сценарийін ойлайсың, мәтін жазасың, не айтам, неден кейін нені айтам, қандай өлең таңдайсың, ана жерде отырып алып, қандай өлеңді қоямыз. Ана жақта неше мұғалімдерден шағым түседі, классический музыка қойыңдар деп едеді. Ал студенттер ондай тыңдамайды, мысалы. В общем, біреу басымызды ауыртыңдар дейді, біреу күшті дейді. В общем, андай
ойлар екіге бөлініп бір процесс та ол да негізі. Бүкіл радио бәріне ұнай бермейді ғой. Сондай бір үйренетін кездерде. Енді бізде қыздар өте қатты корректура болады. Радионың өзінде да енді. Еще сразу шықпайсың, ол жүресің, там практикалап өтесің, мынаған жаса келесің, ұнамай 4-ші курстар, 3-ші курстар, олар енді өздерінің жаңағы нелерін көрсеткісі келеді. Ой, бізде кәдімгі талас болатын. Жаңағы шеф-редактор, одан кейінгі редактор, короче, бір радиоға шыққан кезінше біраз адамнан сіңістіп, біраз нәрсеге жөндеп аласың. Мен айтамын, біздің телевидениеде даже ондай нәрсе жоқ шығар, біздің кәдімгідей прям сондай қатал болып басына келген кезде еще өзің бүйтіп машық сияқты болып қалай не деп жүрген кезде шамалы қиналасыңдар енді. Жалпы қыздар, қазір біздің уақытымыз шектеліп жатыр, сондықтан тез біздің жаңағы түлектерге бергіміз келген ақпаратты тез айтып өту үшін сұрақтарды қойайық та, әрқайсымыз бір 2 минуттан жауап беріп тастайық, иә? Тез болу үшін. Жалпы біздің уақыт таймингіміз бар. Қазір Заңғар, сен не айтайын деп едім? Мен қыздарға сұрақ қойайын деп едім. Жалпы университеттегі бағдарламаны айтып берсеңіздер, нақты, иә? Мысалы, 1-ші курстан 4-ші курс аралығында біз мынандай нен өттік деген сияқты. Мен бастайын СДУ-дан. СДУ-да бір маған ұнаған үлкен ерекшелігі, мысалы, бізде фотожурналистика, медиа дизайн, видеожурналистика, аудио, иә, тереңдетілген аудио сияқты керемет бір өзіміздің маған қатты ұнайтын жағы сол. СДУ-дың сондай пәндері бар. Яғни фотожурналистикада қалай түсіру, фотоаппараттың толығымен құрылымын өтесің, қай жерін басасың, жаңағыдай цветтерді қалай жасау керек, барлығын, яғни фотомен байланыстың барлығы. Келесі ол медиа дизайн бар. Медиа дизайнда біз кәдімгі графикалық дизайнды Adobe программаларын үйреніп, кәдімгі 2 семестр бойы сонымен жүрдік, яғни журнал, жаңа мұқабаларын жасау, я вертка дейді ғой, барлығын үйретті, инфографика жасау, яғни бізді бір қазіргі заманауи мультимедиалы журналистикаға дайындады десе де болады. Келесін, жейінде видеожурналистикада да тағы да Adobe Premiere Pro сияқты керемет программаларды үйретіп, түсіру жағын, қалай сценарий жазу, сценариймен қалай жүру, раскадровка барлығын үйретті. Одан қалса тереңдетілген аудио, сценарий жазу, яғни бізді, мысалы, егерде Казгуда барлығы бөлінетін болса, мысалы, бір салаға бізде бір жақ шері СДУ-да барлығын бірге қамтиды. Барлығы бар, бір кіріп сол жақтан бәрін алып шығасың, және де біздің ағайларымыздың айтатыны бар. Сендер 3-4 адамның айлығын ала аласыңдар дейді да, яғни монтажды өздерің жасайсыңдар, түсіруді де өздерің істейсіңдер, анан барлығы бір адамдай бойыңда болады. Жалпы журналистикада СДУ-ның журналистика мектебінде солар қамтылған, яғни сол ерекше айтып өтетін нәрселер сол. Ал бұлай 1-2 курста түрік тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, жаңағы информатика сияқты, информатика дейін енді түсінікті болу үшін сондай пәндер бар. Қосымша пәндер. Ал 3-ші курстан бастап тек қана басымдылық береді, ол жаңағыдай проф пәндер дейді ғой, өзіміздің жаңағы журналистикаға ғана қатысы бар. Жалпы сол. Тағы да кім бастайды айтып өтсек, тез мына жақта біздің конференциямыздың аяқталуына 7 минут қалыпты. Біздің журналистика факультетінде жалпы сіздер айтып жатқан жаңағы медиа, енді менің университетімнің бір үлкен ерекшелігі ол енді заманауи форматты ұлттық форматпен қосып екеуіне микс жасай алған бірден бір мамандық дайындай алатын факультеттердің бірі. Сонымен қатар біз жаңағы оқу ерекшелігін айта кетейін. Бізде енді 3-ші курстан бастап жаңағы нақты бір тек профессиямыздың ғана сабағын оқымай, бізде керісінше ең 1-ші курсқа келген кезде 1-ші семестріміз жаңағы бірден тележурналистика мен радиожурналистиканы бірден біздің алдымызға алып келді. Ол деген
жаңағы студенттің бірден қызығушылығын оятады. Жаңағы егер де біз Қазақстан тарихын қайтадан жаңа информатиканы оқитын болсақ, сонда кішкене бір адамда скучность пайда болады. Сол үшін біз бірінші курста бірден жаңа өзіміздің профессиямызды оқыдық. Кейін екінші семестрінен бастап жаңа қосымша пәндерді де оқыдық. Енді сіздер айтып жатқан мультимедианы да, жаңа фотожурналистиканы да, монтажды да бәрін бізде дәл сіздер секілді оқыдық. Кейіннен жаңағы өздерінің таңдаған, өздерінің бір бағытына барам деген адамдар болса, олар жаңа бөлініп кете берді. Біздің тағы да бір ерекшелік, енді журналистика факультетінен көп белгілі тұлғалар шықты, білесіздер, Мержан Әлбекұлы, Гүлназ Әлімгерей секілді, даже енді Бейсен Құранбек, битчестер біздің журналистеріміз қазіргі Қазақстан ұлттық арнасының. Сол себепті де Қазақстан ұлттық арнасымен кәдімгідей нақты бекітілген шарт бар, яғни договор бар. Біздің студенттерге де оларға бар білім алам, жаңағы несінен практикасына өтем десе, онда біздің Казгу оларға жаңағы өтініш тастап, міндетті түрде ол өтініш қабылданып, ешқандай бір мәселесіз барып Қазақстан ұлттық арнасының қазақ журналистикасын қайнап жатқан қазанына барып түстіп, қарап білем десеңіздер, сондай мүмкіндікті де біздің Казгу беріп қойғанда. Енді одан бөлек біз енді қанша мүмкіндіктер бар, шетелге шығу деген секілді көптеген жаңағы конференциялар өту, Барманқұлов, жаңағы Қожекеев оқуларының өзі бізде кәдімгідей грант бөледі да. Сол себепті біздің Казгуда бір ұлттық колоритпен жаңағы заманауиді бірге қосып, бүгінге дейін тәлім алып келеді, бірақ журналистиканы таңдаған адам ол мамандығына адал болу керек деген секілді ғой. Аны өшіп жүру болмайды. Бір бағытты таңдап, сол бағыттың жаңағы майын жілеген шығар, майын ішу керек қой. Осы жерде тағы да минимально айтып жіберсеңіз, сізде бір ожидание реальность деген сияқты нәрсе болды ма? Мысалы, сіз бір нәрсені күтіп, мүмкін кей жерде орындалмаған кездері болуы мүмкін, күткен үміттеріңіз ақталмай қалуы мүмкін. Және соңында талапкерлерге кішкентай ғана кеңес, тағы да бір минут берейік. Біз кімдер тыңдамадық қой. Солай, ау? Айбеке мен Камиланы тыңдамадық қой. Қазір әр спикер аяқтай салсын, толығымен. Сонда тез уақыт қазір аз болып жатыр. Менде бас кезінде, түскен кезде енді шетелдік журналистикаларды былай қарап, көп ізденесің да. Енді мен қазақстандық көп іздемегеннен кейін менде бір шынымен ожидание реальность болған сияқты күй болды. Кейіннен бірақ біз енді Астанаға барып жаңа енуді көрдік деген секілді басқа университеттің жаңағы балаларымен сөйлесемін. Сол кезде мен өзім Казгумен шын мәнінде мақтана аламын да. Бізге көп нәрсені предоставлять еткен, кәдімгідей маман болып дайындалуға барлық жағынан барып көресің ба, немесе өзің істейсің ба. Шынына келгенде енді менің ішкі эгомды жалпы мамандығыма деген қызығушылығымды 2 есе, 100 есе үлкен қылып, ондай бір ожидание реальность болған жоқ. Кейіннен мен 4-ші курс, 3-ші курста түсіндім, то что именно Казгуда басқа жақтарға қарағанда, басқа бір жерге қарағанда енді мүмкіндігінше жағдай жасалған. Енді 1934 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан ғимарат болғаннан әрине бір ескіліктер болады, бірақ енді заманауиды да қалдырмай келе жатқан бір өзіміздің бірінші алдағы университеттердің бірі деген атақты ақтап шыға алады. Казгуға келіп түсем деген студенттер жалпы журналистиканы таңдаймын деген бір ғана сөзім бар, тек мамандықтарыңызға адал болыңыздар, халқыма пайдам тисін деген бір ниетпен келсеңіздер дегім келеді. Себебі журналистиканы андан қашқан, мындан қашқан адамдар оқу өте бір сапасыз дүниеге алып келеді да. Сол үшін нақты жүректеріңізді тыңдап келем, осы мамандықты ары қарай оқимын деген бұл. Өйткені мен мысалы жұмыс режимім осындай дейтін дүние, журналистика ешқашан жүрмейді. Мүмкін сіз түнгі 3-те тұрасыз, мүмкін сіз таңғы 2-ге дейін жұмыс істейсіз. Так что барлық нәрсеге дайын болу керек, журналистика шытырман оқиғалы. Енді Айбеке, давай. Бағаналы бері үндемей отырмын ғой, енді айтып тастайын деп. ЕНУ-да негізінде бір факультет, саясаттану және журналистика факультеті, ол өзі бір бөлек ғимаратта орналасқан. Негізінде жалпы ЕНУ корпусы Казгу сияқты үлкен да. Және мысалы оның ішінде ғимараттардың үлкені бар, кішкентайы бар деген секілді. Сондай біздің журналистика факультеті ең ескі ғимаратта орналасқан.